Біз өзі қазір ашылып келе жатырмыз. Бұрын кішкене тұйықтау едік. Ол тәрбие. Дұрыс. Біз асып кетпеуіміз керек чересчур. Но қатты момында болып кетуімізге де болмайды. Мына кей кезде лифтта тұрасың ғой. Лифтта тұрғанда біз қазақ өзі кішкене ашыла алмаймыз ғой. Ана кейбір иностранецтер қазір біздің Астанада көп. Лифтта тұрсаң, ана иностранецтердің психологиясы сондай ма? Сен оны как будто түсініп тұрғандай сөйлейді. Кіріп келеді де кәдімгі hello, good morning. деп кәдімгі. Сен де бірге онымен түсініп тұрғанда енді деп жаңағыдай. Флора Арфель деп жаңағы 5-ші этажды басып берші деген ғой жаңағы. Дұрыс айттым ба, дұрыс айтқан жоқ па білмеймін әйтеуір. 5-ші этажды басып қоясың, сенімен бірге кәдімгі саған уверенно қарайды да көзге. Біз көзге қарай алмаймыз ғой. Ана кәдімгі көзге уверенно қарап кәдімгі. Сен де қасым, қай жеріңге қарарыңды білмей қалсың сен өзің. Ана лифтта ондайда бір көтеріліп болмайды ғой, өмір бар ғой. Бір кезде тың дейді да. Бай-бай, welcome деп шығып кетеді. Уф, дейсің ғой сол кезде. Біз қазақтан неге деймін да, мен көбіне байқаймын. Лифтта тұрады да, есік ашылғанда, ішінде тұрған, біз лифтта жалғыз тұрсаң, уверен тұрасың. Лифт ашылып, екінші қазақ кіріп қалса, лифттің ішінде қазақ сразу стенкіге қарап қалады. Неге бір